біз қандай тақырыппен танысатынымызды. Анық қой, оны еске алсам, өскен жерім ойыма түседі. Боздала, құлақым, оларда қалайға аққан иір өзен. Өзен өлкесі бір күжін құлақ аңыз. Тал, жыңғыл, жиде, қыры теріскен қара жусан, ойы ши, ұсақ құрақ, құмы сағыз, селеу, қылша. Қырда құм ішінде, өлкеде өзен бойында шоқ-шоқ қыстау, шошайта үйген қамыс, сарғайған мая. Міне, менің өскен жерім. Жер таппан жерге жетер жетісуым, күркілде көк су лепсі, іле шуым, асқардың аспан сүйген сілекейін, жан барма таппайтұғын, айтпайтұғын. Бөлінген бұлтқа мәңгі меңіреу құз, нұтоғай тоғалы көл, қоңыр құмым, асқардан ақтарыла арқыраған, жөңкенің кім аңсамас балдай суын деп, туып өскен таутасын астар жырына бөліп, ел жұртын өлеңмен суарған дүлдүл ақын Ілияс Жансүгіров осы өлкеде өмірге кеп. Сонымен балалар, біз бүгін қандай тақырыпты өтеміз? Кім туралы, қандай ақын жазушыны тыңдадыңыздар? Ел туралы, жер туралы, отан туралы, табиғат туралы дұрыс. Тағы да не туралы? Жетісу туралы дұрыс. Қай ақын жазушыны? Ілияс Жансүгіров балалар, дұрыс айтасыздар. Сонымен балалар, біздің бүгін өтетін тақырыбымыз Ілияс Жансүгіров лирик ақын. Бүгін біз сабақта балалар сіздермен таңдалым материалдарының мазмұны негізінде көтерілген мәселеге сыни көзқарасыңызды білдіресіздер. Бүгін сабақта мәтінмен таңдалым арқылы мәтінді тыңдайсыздар және ол қатысты тапсырмалар беріледі. Сол тапсырманы орындайсыздар. Бүгінгі сабақтың өтетін жаңа сөздер: тартымды привлекательный, сақтандыр приодестерегать, ынталандыру стимулировать, сапасыз некачественный, жихангер путешественник. Бүгінгі күнді жазып қойып, жаңа сөздерді жазып алыңыздар дәптерлеріңізге. Балалар, келесі тапсырма, қазір сіздер мәтінмен танысасыздар. Аудио мәтінді тыңдайсыздар. Сол аудио мәтінге тапсырма беріледі. Аудио мәтінге тапсырма берілген кезде бізде 3 топ. Әдеттегідей 3 топ жұмыс жасайды. Әр топтың өзі спикерлары бар, иә? Сол спикерларды өздеріңіз сайлап, сол спикер бағалау парағын беремін. Бағалау парағына сіздер өздеріңіз бағалап, спикерлар бағалап отырады. Аудио мәтінді тыңдаймыз. 9-10 сабақтар. 3-ші тапсырма. Ілияс Жансүгіров ақын, драмашы, прозашы, қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі. Ақынның поэзиясы ұлттық әдебиеттің классикалық байлығына жатады. Ол 1894 жылы Алматы облысының Ақсу ауданында дүниеге келген. Ташкенттегі 2 жылдық курсты бітіріп, өз ауылында мұғалім болған. Кейін тілші газетінде істеп, Верныйдағы Қазақ ағарту институтының меңгерушілігіне тағайындалады. Мәскеудегі коммунистік журналистика институтын бітірген соң, еңбекші Қазақ газетінде қызмет атқарады. 1934 жылы Қазақстан жазушылар одағының алғашқы төрағасы болып сайланды. 1938 жылы саяси қуғын-сүргін құрбаны болды. Сонымен балалар,
Сонымен балалар, қазір тапсырма беріледі, мәтінді тыңдадыңыздар, иә? Мәтінге. Үшінші топқа мәтін 140-шы бет, 5-ші тапсырма. Мәтінге сүйеніп ақпараттың дұрыс емес екенін қадағалайсыздар, көрсетесіздер. Сіздерге бүгінгі өткен жаңа сөздер тартымды, сақтандыр, ынталандыр деген сөздермен 3 сөзбен сөйлем құрастырасыздар. Сіздерге нүктелердің орнына қажетті сөздерді қойып, сөйлемдерді аяқтайсыздар. Сөйлемдерді аяқтайсыздар. Сіздерге 2 минут жұмыс. Тапсырма. Орындаймыз. Бағалау парағына бағалап отырамыз. Кім болды? Тапсырманы білсеңіздер, жаңа тыңдадыңыздар ғой, аудиомәтінді. Болдыңыздар ма? Үшінші топтық ona, үшінші топтық. Все? Дайынсыңдар ма? Кім дайын? Бастаған дайынсыңдар ма? Сіздер болмай, иә? Илья Жансугуров, Акын, Рамышев, Позышев, Казахов, Бейгулин, Безмун, Калашуларының бірі. Акынның поэзиясы ұлттық әдебиеттің классикалық мұраватына жатады. Бұл дұрыс. Дұрыс, иә? Ары қарай жылдан оқыңыз. Ол 1899 жылы Алматы облысының Ақсу ауылында дүниеге келген. Қыркүйектегі 2 жылдық курсты бітіріп, ауылында мұғалім болған. Дұрыс емес. Дұрыс емес, дұрыс. Ары қарай оқы ғой. Кейін тілші газетінде істеп, Пермидегі қазақ ағарту институтының меңгерушілігіне тағайындалды. Дұрыс. Дұрыс, иә. Ары қарай оқы ғой. Илья Жансугуров, Романа Торжус, Живы Казахстана Шилара, Дальгей, Евразия, Сынана, Организациялар, Балыка, Сайланды. Дұрыс. Дұрыс емес па? Дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс. Дұрыс. Ары қарай. Ақырғы сөйлеме. 1938 жылы саяси қуғын сүргін құрбаны болды. Дұрыс. Жақсы. Дұрыс, иә. Ары қарай. Оқы ғой. Сөйлем, иә? Сіздерге тапсырма берді, иә? Тартымды, сақтандыр, ынталандыр деген сөзбен сөйлем бастыр. Оқы ғой. Біздің мектеп оқушылары өте тартымды. Өте тартымды, жарай, жақсы. Жақсысын. Әр оқушы сыныпты ынталандыру керек. Әр оқушы ынталандыру керек. Оқы ғой. Біздің жаттығуын бірімізді жақсылық Ынталандыр. Сөйлем, иә? Жақсы. Ары қарай. Болды ма сіздер? Болдыңыздар ма? Ары қарай кім оқиды? Тапсырма, қандай тапсырма берді сіздерге? Нүктелердің орнына қажетті сөзді қойып, сөйлемдерді аяқтаңыз. Оқыңыз. Акын өз әкесінің ауыл өмірінен сауат ашқан. Сауат ашқан, дұрыс. Ары қарай. Ильяс Ташкентте 2 жылдық мұғалімдік курсты бітірген, соң өз ауылында мұғалім болып, кейін тілші газетінде қызмет атқарады. Қызмет атқарады. Дұрыс па? Дұрыс деп ойлайсыздар ма? Илья Жансугуров, шығармашылық жұмыспен қатар Қазақстан жазушылар одағын ұйымдастыру ісіне Белсене қатысады, иә? Дұрыс, өте дұрыс. Спикерлар өзіңіз бағалау парағынан бағалап отырыңыздар. Өте дұрыс. Келесі балалар. Келесі сіздерге тапсырма. Келесі тапсырма. Қазір сіздерге енді сөйлемдерді аяқтау керек. Келесі тапсырма. Енді осыған сіздерге екінші топқа өлеңдік түпнұсқаны сәйкес келмейтін сөздерді тауып, астын сызасыздар. Сіздер астын сызасыздар. Жауабы. Енді сөйлемдерді жалғасымен сәйкес